Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін 668-ші есепті шығаратын боламыз. Онда шығарайық. Біріншісі. 4-тен 1-ді 80-ге тең. 4-тен 1-ді 80-ге көбейтеміз. Қысқартатындарды қысқартамыз. 4-ті 4-ге қысқартсақ 1. 80-ді 4-ге қысқартсақ 20. Сонда 20 шығады. Екіншісін шығарамыз. 10-нан 1-ді 10-ға көбейтеміз. 10-ды 10-ға қысқартсақ 1, 10-ды 10-ға қысқартсақ 1 шығады. Сонда 1 шығады. Үшіншісі. 2-ден 1-ді 30-ға көбейтеміз. 2-ні 2-ге қысқартсақ 1, 30-ды 2-ге қысқартсақ 15. Сонда 15 шығады. Төртіншісінде 5-тен 1-ді 20-ға көбейтеміз. 5-ті 5-ге қысқартамыз 1, 20-ны 5-ге қысқартамыз 4. Сонда 4 шығады мәні. Енді 5-шісін шығарамыз. 4-тен 3-ді көбейтеміз 60-қа. 4-ті 4-ге қысқартсақ 1, 60-ты 4-ге қысқартсақ 15. Сонда 45 шығады. 10-ды 3-ге өтсек 30, 5-ті 3-ге өтсек 15. Сонда 45 шығады. 6-шісін шығарамыз. 5-тен 3-ді көбейтеміз 90-ға. 5-ті 5-ге қысқартсақ 1 шығады. 90-ды 5-ге қысқартсақ 18 шығады. Енді 18-ді 3-ге көбейтсек 54 шығады. Енді 7-шісін шығарамыз. 3-тен 2-ні көбейтеміз 10-ға. 10-ды көбейтеміз 3-ге бөлінген 2. Енді бұл жерде 10 мен 2-ні қысқартамыз. 2-ні 2-ге қысқартсақ 1 шығады. 10-ды 2-ге қысқартсақ 5 шығады. 5-ті 3-ге көбейтсек 15 шығады. Енді 8-шісін. 6-дан 5-ті көбейтеміз 50-ге. Сонда алымына 6 көбейтілген 50 бөлінген 5. 50-ді 5-ке бөлсек 10, 5-ті 5-ке бөлсек 1. Сонда 60 шығады. Енді 9-шісі. 7-ден 3-ді көбейтеміз 30-ға. Алымына 7 көбейту 30 деп жазамыз. Бөлінген 3. 30-ды 3-ге бөлсек 10 шығады. 3-ті 3-ге бөлсек 1 шығады. Сонда 70 шығады. Барлық есептерді шығарып болдық. Сау болыңыздар.